болып жатқан қиындықтар ол просто тайып емес. Сіз өзіңіздің жолыңыздан тайып кеткеннен кейін болып жатыр. Өзіңізден алыстап кеткеннен кейін болып жатыр. Адам өзінің шынайы болмысына, шынайы меніне ең бірінші сатқындық жасағаннан кейін, бір рет сатқындық жасаса не дейді? Күйеуің саған бір рет сатқындық жасаса, оны кешірудің қажеті жоқ. Бір рет сатқындық жасаған адам екінші рет обязательно жасайды, иә? Солай емес па? Сен де солайсың. Өзіңе бір рет сатқындық жасадың ба, сен оны жасай бересің. Сен өзіңе сатқындық жасаған сайын өзіңнің жолыңнан шығып, адасып кете бересің. Адастың ба, бітті. Артың соқпа, алдың жүр. За рулем келе жатқан кезде байқамай бір жолға түсіп кетсең, адасып кете бересің ғой, бүйтіп сондай сияқты. Кеттің ба? Кеттің, бір кезде барып, маңдай деген шығатқаннан түсіреді да. Саған қиындық келеді, проблема денсаулықтан, отношениям, қарым-қатынас, ақшадан болсын, осындай қиындық келеді, сен оны түсінбейсің. Не дейсің? Құдайды жазғырасың. Жұрттың бәріне беріп маған дегенде табылып қалған Құдай екенсің. Біз сол сөзді айтқан сайын істейміз, одан сайын батпаққа бата береміз. Құдай ешкімге жамандық жасамайды. Құдай сені мына өмірге хикая болсын, қиындық көрсін, жамандық көрсін, ауырсын, шаққа дәлі өмір сүрсін деп сені жіберген жоқ. Құдайдың миссиясы басқа не? Біз соның Құдайдың бізге берген миссиясы, Құдайдың миссиясы деп отырмын, біздің миссиямыз ғой. Сода біз тайып кеткен кезде жаңағыдай адасып кете береміз. Сені құлатқанда саған есіңе салып жатыр. Сенің жолың емес, жаным. Бар қайтма, өзіңнің жолыңа түс деп жатыр да. Бірақ түсінбейміз, біз тағдыр жаздырып жатырмыз.